Сәлем достар, мен номер 1 балалар және жасөспірімдер шығармашылық орталығының өлкетану үйірмесінің оқушысы Нұртас Нинелмін. Бүгін мен табиғатты аяла байқауы экоблогер әлеуметтік бейнематериал номинациясына қатысып отырмын. Мақсатымыз жасөспірімдерді табиғатты қорғау қызметіне тарту, экологиялық мәдениет пен туған өлке табиғатына экологиялық бағдарланған қатынасты тәрбиелеу. Міндеттеріміз балалар мен жасөспірімдерді қоршаған ортаны қорғау міндеттерін шешуде практикалық қатысуға тарту үшін жағдай жасау, олардың табиғи және жасанды экожүйелерді зерттеу мен сақтау бойынша қызметіне қызығушылықтарын қолдау. Біз күн сайын айналамыздағы табиғаттың қалай өзгеріп жатқанын байқап жүрміз бе? Өкінішке қарай экологиялық мәселелер жылдан жылға күрделеніп барады. Қоқыс толы рұқсат етілмеген полигондар, суды, электр тоғын босқа ысырап ету, қайта өңделмейтін қаптамалардың көбеюі, бұның барлығы біздің ортақ мәселеміз. Біз табиғатты қорғамасақ, болашақ ұрпаққа не қалдырамыз? Жалпы менің қарастыруға алған аумағым өзімнің кіндік қаным тамған, туып өскен жерім Султөр ауылы. Ауылымызда экологиялық жағдайға байланысты қоқыстанған және таза аймақтар туралы кеңінен айтатын болсам, таза аймақтарға ауыл әкімшілігі мен мектеп маңы жатады. Бұл аумақтар үнемі тазаланып көгалдандырылып отырады. Мұнда гүлзарлар отырғызылған және арнайы қоқыс жәшіктері орнатылған. Мешіт ауласы мен айналасы, тұрғындар бұл жерге ерекше құрметпен қарайды, тазалықта сақтайды. Ағаштар отырғызылып көгалдандырады. 3 сәуір күні мектеп оқушылары болып мешіт ауласын жинастыруға барғанбыз. Тазалық акцияларына кейінгі аумақтар. Жыл сайын өткізілетін сенбіліктер кезінде ауыл тұрғындары бірігіп, жол жиегін, арық бойын, қоғамдық орындарды тазалайды. Ал басқа мәселелерге келетін болсақ, көмір мен газдың қайсысы экологиялық тиімді деп ойлаймыз? Көмір жағу салдары. Біріншіден, ауаның ластануы. Көмір жанғанда ауаға көмір қышқыл газы, СО2, күкірт диоксиді, түтін мен күл бөлінеді. Бұл атмосфераны ластап, тұман тудырады. Екіншіден, адамға зияны. Түтінді жиі жұтқан адам демікпе, аллергия, өкпе ауруларына соқтығысады. Әсіресе балалар мен қарттар үшін өте қауіпті. Үшіншіден, қоршаған ортаға әсері. Көмір күлін ауылдық кез келген жерге тастау арқылы топырақты және суды ластаймыз. Газ қолдану салдарына келетін болсақ, біріншіден тазалық. Газ жағылғанда түтін шықпайды, күл қалмайды. Ауамыз таза, аулада ешқандай қалдық жоқ. Екіншіден, экологиялық қауіпсіздік. Газ таза энергия көзі. Көмірге қарағанда атмосфераға зиянды заттар бөлмейді. Үшіншіден, ыңғайлылық. Газ пештері автоматты түрде қосылады, уақыт үнемдейді. От жағудың қажеті жоқ. Қорытындылай келе, тазалықты өзімізден бастайық. Егер әр тұрғын бір пакет қоқысты тастамай, керісінше жинап отырса, ауылымыз гүлденеді, болашағымыз жарқырайды. Көмір бүгінгі күннің қажеттілігі болуы мүмкін, бірақ ертеңіміз үшін қауіп. Газ таза, қауіпсіз, ұзақ мерзімді тиімді шешім. Ауамыздың тазалығы өміріміздің сапасы. Ауыл табиғаттың жүрегі, ал оны таза сақтау әрбіріміздің азаматтық борышымыз. Назарларыңызға рахмет.